ғана самолеттен түстік. Мен бүкіл полет бойы ұйықтадым. Мен даже біз ұшпай тұрып ұйықтап кеттім. Жаңа қонғаннан кейін ғана ояндым. Дым түсірген жоқпын. Я хотела вид из окна түсіруге. Сен бірдеңе түсірдің ба? Жоқ, мен не очень болып қыздар түсірген алып аламыз. Сол қыздар түсірген алып аламыз, сосын сол қоямыз. Ұйықтадым осы 1,5 сағат бойы. Енді қазір шығып багажды алып нетеміз. Жанымызда испанецтер отырды. Испанецтер сонда әдемі болады. Вот. Короче, солай уақыт өткіздік. Қайда келдік қыздар? Мы в Барселоне. Кәме ғана қалды. Қалай ұштыңдар? Как себя чувствуете? Не істедіңдер? А? А, все. Да? Мен ұйықтадым. Мен прикинь, я ұшпай тұрып ұйықтадым, қонғаннан кейін ғана тұрдым ғой. Привет. Вот. Вау, қандай дәу аэропорт. Прям үлкен қойшы. Классно. Короче, мынандай экскалатордан жүрдік жаңа. Давай. Я болды уже. Түспей қалды. Я. Короче, достар, жаңа біз самолеттен түстік, енді бара жатырмыз. Мен жалғыз өзім бара жатырмын. Қыздар анда қалды дивандарда. Нені бөлуге, чемоданды бөлуге. Өйткені біз шықтық. Анда чемодан алатын ешқандай жер болған жоқ. Сондықтан бүкіл аэропорт айналып, қазір бара жатырмыз. Бірақ мен білмедім чемоданды қайдан алатынымызды. Что уайымдап қалдым мен кішкене. Әйтеуір мына белгілермен бара жатырмын. Baggage claim дейтін. Әйтеуір мына жерде бүкіл жерлерде белгі тұр. Baggage claim дейтін. Ол деген выдача багажа деген мағынаны береді. Поэтому мен қазір... еще алдымда мында испанецтер кетіп бара жатыр. Я поэтому надеюсь, что дұрыс бара жатырмын. Әйтеуір анда табличкалар тұрады информациямен. Содан қарадым. 7-ші мынандай штука деді. Осында келдім. Жүгіріп кешіп қаламын деп. Қыздар білмеймін қайда. Анда тұр. Садас кеттіміз, мұнда өзі күбақ. 15 ба, 16, 20 осында зат шығар. И үстінде жазылып тұр. Бірақ оның барлығын мен қай уақытта қарап отырам. Әйтеуір анда таблицадан қарап, сосын ненің номерді қарадым. Сосын көрдім 7-ші затта тұрған. Мен біздің чемоданды көрдім. Әдемі болып. Осы ғой мен чемоданым. Жаным ғой. Видео атса алмағам. Осындай информациялар жазып тұрады. Қарап шығып. И вот қазір барамыз. Багажды алып енді қайтадан кірейін десем, қыздарды таба алмай қалдым. Таба алмай қалдым дегенде мені кіргізбедім. Багажды аласың да шығасың дейді примерно. Вот. Енді қыздарды кішем, олар маған бері қарай келеді. Телефонда 10%, поэтому надеюсь, біз біріміз таба аламыз. Біз Париждан 2 евроға осындай жүретін карточка алғанбыз. Осында Диордың несі қалды, музейіне кіргендегі. Сал қоямын на память. Аэропорттың астында метро бар. Метромен қазір қала жаққа барайын деп жатырмыз. Қазір сағат түнгі 12. Ертең біз кешке кететіндіктен біз түнгі Барселонаны көре алмаймыз. Поэтому біз қазір шық келейін деп жатырмыз бірнеше сағатқа. Потом может келеміз, аэропортта қонамыз, потом ертең тағы да күні бойы қыдырамыз. Ертең может пляжға барамыз. Вот, поэтому осылай жүрміз. Біз Барселонаға и Мадридқа қонатын жер алған жоқпыз. Өйткені біз бір түнге ғана. И еще типа чек-ин, чек-аут уақыттары келмегендіктен еще өте қымбат болғандықтан біз аэропортта қонуды шештік. Del sol que
Біз таксидан шықтық. Таксиміз өзі 47-де 60 евроға шықты. Тоқтатып алдық, бұл андай счетчикпен жүретін такси екен. Қымбатқа шығып кетпесін деп, шығып кеттік. Вот. Жаңа ана жерден өтіп баратсақ, бізге сатушы қарап күліп қарайды. Сосын біз қарап қалдық, мына өзі ночной магазин екен. Қазір бірдеме алып жей саламыз. Өткені біз дым жеген жоқпыз ғой бағана обедтен бері. Бірақ қарнымыз қатты ашқан жоқ, иә? Барлығы бірдей. Қазір Барселонаның ортасында жүрміз. Барселонада ең көретін, ең бірінші орында тұрған собор бар. Архитектурное здание. Біз келе жатырмыз, картаны ашып қоямын. Енді қараңғы көрінбейді. Келатыр, тағы да бір айналып алдынан өтейік десек, бір кезде Диляр айтады, мұнда тұр ғой дейді. Сөйтсек, қараңғы жерде осы тұр. Біз оны байқамады, өтіп кете берді. Қараңғы, жанбайды. Бұл жерде тұрған жоқ қой деген жоқ. Мұнда тұр ғой. Біз бәрі шошып кеттік. Барселонадағы ең басты архитектурный зат бұл осындай. Қараңғыда түнде. Ночная Барселона. Вот, осындай. Бұның енді тарихы бар, пока білмейміз, сосын зерттейміз. Қазір қыздармен отырмыз, Саграданы талқылап. Қазір Диляра бізге оның тарихын айтып береді. Короче, это очень мистическое готическое здание, такое очень большое, и, как сказать, его тайная мистика заключается в том, что оно до сих пор строится, то есть по сей день. Оно началось строиться, наверное, вот очень давно, 870, наверное, примерно лет назад. Вот, и до сих пор строится. И бұлар туралы андай қорқынышты негізі историялар көп, ешкім білмейді оның қайдан. Негізі бар, біреу бастады деп айтады. Бірақ түсініксіз қалай салынып жатқаны вообще басқа ғимараттарға ұқсамайтын, сондықтан мен ерекшеленеді. Әлі күнге дейін салынып жатыр. Андай, прям андай замоктар сияқты ана даже андай Игра престолов көрген адамдар түсінеді. Мынандай жері бар ғой, лестницамен жоғарға көтерілетін. Сол прям соған дейін прям ұқсайды ғой. Анандай жерлері. Вайб Игра престолов қой. Да, ондай қатты емес енді, бірақ А онда қазір оны кім строить етіп жатыр сонда? Короче, Саграда де Фамилия, оказывается, переводится как святое семейство. Типа фамилия, семейство. Кім оны құрастырып жатыр? Сейчас говорят, что это как церковь что-то, но выглядит как что-то мистическое было. Дым көрінбейді ғой. Біз камекеме жаңа супермаркеттен мынандай, я не знаю, панкейк па, пряник па, сонда сатып алдық. Это, оказывается, испанский бір тәтті екен. Мы сейчас хотим попробовать. И жеуге. Ками пока не хочет жеуге, мен пока жей берем. Короче, достар, давайте попробуем. Похоже. Как тебе? Сырты песочные печенье. Еще андай карамель. Өте дамды. Еще сырты кокоспен қапталған. И бұның бағасы где-то 500 теңге. Bailando, 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 bailando. Қазір кассаға барады. Мында өте көп мотоциклдар. Бүкіл жерде. Бүкіл мотоциклмен, самокатпен и велосипедпен жүреді. Мында ағаштар да біртүрлі қурап жатыр. И ана жерлері аппақ. Вообще, это такой вид деревьев. Лазерный. Интересно. Вот. Ночная Барселона осындай. Әрқашан сені көрейін, сырымызда бітпейсін. Сөзем білмеймін. Жырымызда бітпейсін. Сиямыз ба? Біз автобусқа отырдық. Қайтадан қоян болдық. Келген жоқпыз.
Ақша сұрай ма, төлеңдер дей ма, төлемеңдер дей ма, әйтеуір кіре салдық. Менің қоян болдық, или қоян боламыз дегенбіз, ол зайчик болу, яғни транспортқа ақша төлемей кіру деген сөз. Автобустан түстік, енді біз қазір пляжға бара жатырмыз, набережныйға. Сонда отырамыз, уақыт өткіземіз. Пальмалар көріне ма? Не, классно. Біз ана Калифорнияда жүрген жақтымыз. Или Испанияда. Біз Испаниядан екенбіз ғой. Вот, уже... Орман ба, қайда көрген? Сен ғой бізді алып келе Ан жақта дауыстар шығып жатыр пляждан. клуб болып жатыр, достар. Ан жақта клубтар бар шығар. Қандай әдемі. Әрине қатты көрінбейді. Мына жерлер Дубайға ұқсайды ғой. Жүру керек бар. Судың бойына келдік. Как будто бы Америкада жүрген жақтымыз. Или Испанияда. Біз Испаниядамыз ғой деймін. Мұнда күн атып жатыр. Ками, boy, say hi. Hi. Хорошо. Хорошо. This is sea. So beautiful, so beautiful. Просвет болып жатыр әдемі. Мұнда клубтар. Адамдар клубтан қайтып бара жатыр. Қазір таңғы сағат 5. Біз осы уақытқа дейін пляжда отырдық. Әңгіме айтып, өлең тыңдап. Өте әдемі рассвет. Таңғы Барселона. Әдемі, жап-жасыл барлығы. Күшті. Барлығы адамдар түнде қыдырып, таңертең енді қайтып жатыр үйлеріне. Ана жер өте әдемі. Өте әдемі. Ерекше әдемі болып тұр. Зданиялары, атмосфера, ауа райы. Испания өте қатты ұнайды маған. Біз қайтадан Макдональдсқа келдік, құдайым-ау. Біз Макдональдстан шықтық, мен көйлегімді ауыстырып алдым. Куртка, заттар, артында рюкзак. Енді біз қазір достопримечательностьтарға бара жатырмыз, қаланы аралап, сосын шаршап тұрмыз, негізі түні ұйықтаған жоқпыз ғой. Әңгіме айттық, сосын тамақ іштік, бояндық. Түстен кейін біз пляжға хотим баруға. Негізі Барселонада көретін өте көп зат жоқ. Поэтому өте күшті қала, өте әдемі қала. Бірақ біз нетеміз. Пляжда өткізгіміз келеді. Өткен бізге түнде пляжына қалды таңертең. Туристарға бірдеме түсіндіріп жатыр. Туристардың автобусы. Өте әдемі жер. Мұнда жаңа Ками түсіп алды. Мұнда брендтар. Погода сондай күшті болып тұр. Бүгін күн жылы болса ғой суға түсе алатындай. Өйткені мен сол үшін арнайы купальник сатып алдым. Мынаның тарихи бірдеңесі бар ғой деймін, өйткені өте қатты түсіндіріп жатыр екен мынада. Шынымды айтайын, мен жаңа Макдональдсқа өзімнің пауэрбанкымды зарядкаға қойдым. Көз алдыма емес, кішкене артқы жақтарға қойдым. Сосын бар бірлеп тексердім, орында тұрды. Сосын уже қыздармен жиналып қайтайын деп жатқан кезде қарасам, пауэрбанкым жоқ, зарядкасымен бірге. Кішкене көңілім түсіп тұр, бірақ нормально деп ойлаймын, себебі қайыр болар енді. Өзім де сездім, осы жоғалса, осы пауэрбанк жоғалатын шығар деп. Ең бастысы, басты заттан жоғалған жоқ, тфай-тфай, құдайға шүкір деп қояйын. Пауэрбанк енді жарайды, өткенде қыздарда пауэрбанк бар, әр жерде зарядка болады, телефонды зарядтап алуға. Ештеңе етпес деп ойлаймын.
бір зат жоғалса, бір зат сынса, барлық негатив, барлық жағымсыз эмоциялар, барлық неудачалар сонымен бірге кетсін деп әрқашанда тілеймін. Так что надеемся, что солай болады. Білмеймін, кәме әдемі деді, сол үшін мына жерді сұрап жатырмын. Арай, бір-екі сөз. Испания өте әдемі, ең керемет қаланың бірі деп аталады. Франциядан да күшті. Да? Бұл касса деп аталады. Ұмытып қалдым. Ну, короче, типа кости и соның үйі. Солардан жасалады. Өте интересно дейді. Очень популярный жерлердің бірі. Кассаның алдында тұрмын, мен и касса. Ну, для галочки. Блогқа хотя бы видео түсіре салайын. Үшіміз текші. Бұл қыздарда Instax бар екен. Мен жаңа қыздар біреуі осы Испаниянікі, Барселонанікі, біреуі Аргентинанікі. Оларда Instax бар. Мен жаңа оларды суретке түсірдім. Сосын олардан сұрадым, Камила, Арай үшімізді бірге түсірді. Қазір түстік, енді көреміз қалай шыққан екен. Now, получается, кассаға кіру үшін очередь. Өте көп күшті, мен Испаниядамын. Мен сонда бақыттымын. Күн өте қатты күшті болып тұр, так что біз бүгін шомыламыз мүмкін да, негізі шомылға пландадық. Вот, біз қазір енді Саграда Фамилиядағы барамыз, тикток, фото, видео семіз, сосын пляжға кетеміз. Барселонадағы ең танымал, әлемге танымал кастылдардың біріне келік Саградаға. Мұнда адам өте көп, үшінде сыртында суретке түсіп жатыр. Қыз бізде суретке түсеміз. Достар, мен Барселонадамын. Күн өте ыстық. Блин, макияж классный, прическа күшті, образ күшті, ауа райы күшті, қала күшті. Я влюблена. Басқа не керек енді? Осы Барселонада тұратын сияқты ғой мен болашақта. Біз қазір автобус күтіп отырмыз пляжға бару үшін. Автобусқа міндеп бара жатырық. Наконец-то біз бірдеме төледік, бірақ Каспийден ақша алынған жоқ, поэтому может біз әлі зайчикпіз. Әлі зайчик емеспіз. Мұнда балалар өте көп. Коляскамен жүре береді автобустарда, таптар автобуста. Біз пляжға келдік. Я так счастлива. Неужели біз пляжға келдік? Испанский? Let it go! Негізі су салқын, бірақ сүңгуге болады. Да? Да, тек көреміз, а? Қақықтай. Дайындалған шымараныз. Мен загорал вообще. Обожаю жизнь. Айка сюда жүзіп жүр, короче. Су сейчас сақындау. Но Айка айтады, утверждает, что жоқ, сақын емес, жоқ кетеді. Но нифига суық. О боже! Я в Испании, в Барселоне.
Дай фото. Буду скучать по Барселоне. Обязательно келу керек. Қарай кеткен ба? А? Қарай кеткен ба? Жоқ. Қазір қайтадан аэропортқа келдік. Бірінші терминалда әйтеуір аман есен чемоданды алдым. 24 сағатқа қалдырып кеттік біз оны. 17 евроға шықты. Вот, енді қазір оның весін өлшеп білу керекпіз. Өткені бізде 23 килограмм вес болу керек. Біз осы жаққа келерде 24 килограммен келдік. Қазір біз, получается, Мадридке шайын деп жатырмыз. Чекин жасаймыз. Испанияның Барселонаның аэропорты өте үлкен. Неше түрлі брендтер бар. Duty Free болсын, Макдональдс, Бургер Кинг. Мен, кстати, Бургер Кингтен тамақ алып алдым. И опять біз аэропорттамыз. Тамақпен кіріп кеттім, кішкене фри қалды менде. И кола алдым. Қазір самолетқа отырамыз. Біздің самолет. Бірінші рет осы авиакомпанияға отырайын деп отырмын. Air Europa деп аталады. Қатал емес, күшті. Бәсе, қайдан ғана 50 орын бізде. Мынандай екен, прикиньте. Өте үлкен самолет. Бұнда самолетті бірінші рет ұшайын деп отырмын. Бизнес, не бизнес. Өзімді осындай самолетті бір түсіп қойын. На память көрсет отырайын детімін да. Сонда барлығы 9 адам отырады бір қатарына. Өте үлкен самолет, бірінші рет көріп тұрмын. Мен терезенің жанында отырамын. Қызықты бір жер таптым. Мұнда бассам. Уже затемняться етеді. Баса берсем. Осы затемняться етеді да. Мысалы, налар аппақ терезелер, а менің терезем көк. Қараңғы. Бұл испанский самолет маған ұнап жатыр. Во-первых, бізде мұнда экран бар. Білмеймін, қазір ұшқаннан кейін ол қосылады ма. Во-вторых, мұнда розеткалар бар. Наушники болсын, мы походу можем кино или бірдеңе көруге. Сиденьялар артқа тартылады. Мұнда кнопка бар. Алдыға, артқа істеп. Мынау терезесі жабылады. Еще күшті жері это то, что біз қыздармен бірге отырмыз. Қыздар сәлемдеңдер. Мен терезенің жанында отырғандықтан менде өте үлкен ответственность. Видео түсіру. Макияж кетті, потому что бағана суда шомылып, океанда, океан емес, моряда шомылдап суға түстім.